қымыз ішіп, қызара бөртіп жүргісі де, бозбала боп қызға қырындағысы да келмейді. Бұл мағынасыз тіршілік қашан бітеді? Қашан ел қатарлы мен де қатын алып, түтін түтетем деген сұрақ жапан далада жалғыз айлап жылдап жүрсе де санасына бірде-бір рет келген емес. Ол жағы ойына кіріп те шықпайды. Оған енді бәрібір. Дүние төңкерілсін, жер-әлемді топан су қаптаса қаптай берсін. Тек алдындағы бір үйір жылқы көзден таса болмаса, мал жайлаудан түскенде күні-түні қазатын қырық құлаш құдығы орнында тұрса болғаны. Марқұм әкесі сияқты төгілген терінің ақысын да сұрамайды. Қатын алып, нәресте сүйіп, молдаға бала оқытамын деп әуреленбейді де. Тек мырза екем оның кей уақытта Қабантауға барып, анасы мен інісінің моласын бір көріп қайтатынын білмесе, басқа не уайым бар? Кеңкелес 31 жасында Үкітай ауылынан кетті. Еге, ол есінен шықпайды ғой, қалай шықсын? Аласапыран көктемнің кезі еді. Кеңкелес жылқы бағып жүріп, ат үстінде қалғып кетіпті. Кенет әлдекім, «Әй, тұңғыш», деп айқайлағандай болды. Ол басын көтеріп алып жан-жағына қарады. Тірі жан жоқ. Қайта көз жұмды. «Ойбай-ау, сен маған қарамайсың ғой. Танымай тұрмысың?» деген дауыс тағы естілді. Анасының үні ғой. Қайдан естіліп тұр? Ол ұйқысын ашып, ерге жөнделіп отырды. Әдеттегідей құлағы шуға толып, басы айналды. Барайын. Шақырып тұр ғой. Ол ештеңеге алаңдаған жоқ. Жылқы лағып кетер деп ойламады да, атқа қамшыны басып жіберіп, көш жердегі Қабантауға қарай шаба жөнелді. Қайтып келгенде жылқының бірін де таба алмады. Қас қарайып, көз байланғанда ауылға келді. Тура Үктайдың есігінің алдына кеп аттан түсті. Ошақ басында жүрген қатын-қалаштар шу етіп үйге тығылды. Сұмдықай көзі қызарып, беті түтігіп кетіпті. Құс келетін кезде жындылық қозады деуші еді. Кеңкелес оларды өкшелеп кеп, босағаның сыртына тоқтады. «Мырза екемді шақырыңдар», деді гүр етіп. Осы кезде іштен Үкітайдың өзі де шықты. «Ей, сен қайдан жүрсің? Жылқы қайда нәлеті?» «Қорада». «Анау, шеткі қорада. Қамап қойдым. Бәрі түгел». «Не деп тұрғай, мына Кеңкелес? Жылқыны қораға қамағаны несі? Сенбесеңіз көріңіз». «Бәрі түгел», ол Үкітайға қарап ыржия күлді. Үкітайдың көзі аларып, бір-екі адым кейін шегінді де, шеткі қораға қарай жүгіре жөнелді. Артынша жер беттеніп қайтып келді. «Жігіттер, жігіттер! Ұстаңдар, байлаңдар мына жындыны». «Мырза, сенбейсіз бе? Жылқының бәрі түгел еді ғой. Жаңа ғана айдап кіргізгенмін. Бәрі түгел». «Ойбай ғана Кеңкелес-ай. Бір үйір жылқы жоқ. Қайда құрттың бәрін, айт жаныңның барында. Сойып жедім. Түгел, бірін қалдырмай». Кеңкелестің түсі бұзылып, оған жақындай берді. Ашудан жарылып кетердей боп тартып жібергелі қамшысын көтере берген Үкітай оның кісі жерлік мына түрінен шошып, кейін ығыса берді. Осы кезде жігіттер де жетіп кеп, Кеңкелесті әп-сәттің ішінде байлап тастады. Жылқыны Шерәлі ауылының жігіттері барымталап кетіпті. Ол 3 күн бойы байлаулы жатты. Суға салынған қыл шылбыр әбден кеуіп, сүйік-сүйікті сындырып барады. Осы кезге шейін нәр татқан жоқ. Есіктен бір адам бас сұғып қарамады. Есі жиылып қапты. Алдың күні не істеп, не қойғанын біле алмады. Бар білетіні жылқылардың жоғалғаны ғана. Байланғаны несі? Ұрмай ма? Сындырып бара жатқанын қарашы. Оғы. Ұрған жақсы ғой. Тамақ берсін, сонан соң ұрсын. Қанша ұрса да ұра берсін. Байлағаны несі? Оғы. Ұрғаны жақсы еді-ау. Осы кезде іргенің кезі түріліп, ішке бозамық жарық түсті. «Әй, Кеңкелес», деді әлдекім сыбырлап, «қайның ашты ма?» Ол дауыс шыққан жаққа мойнын бұрды. Сақау жылқышы екен. «Иә», деді тұңғыш, «мен саған ет әкелдім. Сүйегі жоқ. Бір түйін қалдырмай же? Әйтпесе, миза мені өлтіреді». «Мақұл ма?» «Мақұл».
Ол керегенің көзінен 2 кесек піскен етті тастай салды да, ізім қайым жоқ болды. Тұңғыш аунап жүріп әзер жетті. Етті жеп бола бергенде сықырлап есік ашылды да, әлде кім лып беріп ішке кірді. Тұңғыш, қайдасың деді келген адам сыбырлап. Мұндамын. Өзің кімсің? Өмекеймін ғой. Жылқы табылды ма? Оны қайтпексің, жазған. Табылғаны құрысын, ертең сені үкітай ат құйрығына байламақшы. Ат құйрығына. Кеңкелестің көзі қарауытып кетті. Өзге, білмесе де ат құйрығына байлап сүйреткеннің азабын ол жақсы біледі. Дүниеде адамға көрсетілер барлық жаза атаулының ішінде дәл осылай жан қинаудан өткен сұмдықтың жоқ екеніне бұл байғұстың былтырғы қыз көзі жеткен. Үйірден 14 бие бөлініп кетіп, өлігі табылғанда асау қара төбелдің құйрығына байланып. Күн батқаннан ел ас су ішіп болғанша аппақ қардың тозаңын бұрқыратып, Тәңірдің тағы бір тәлкегіне айналмады ма? Онда шыбын жанды тек қар сақтап қалды ғой. Үйтіп қалған жаның да құрысын. 2 жеті бойы өлі мен тірінің арасында есеңгіреп жатты. Қазір ғой жер қара. Сүт пісірім сүйретілсе бір жапырақ бейшараның құдайғау, несі қалмақ? Онсыз да мұрнының ұшына кеп тіреліп тұрған жаны ауылды бір айналғаннан шығып жүре береді ғой. Кеңкелестің денесі дірілдеп, көзі жасаурап кетті. Ат құйрығына байланасың деген сөз мірдің оғынан да қатты тиіп, күні бойғы денесін сығып өлтіріп бара жатқан кепкен қыл шылбырдың азабы жай әшейін ойыншық боп қалды. Енді не істейміз, Көкетайға? Өшір үніңді, жазған. Айқайлама, біреу естіп қойып жүрер. Қимылдамай жата тұр солай. Өмекей қонышынан пышақты суырып алып, қыл шылбырды бырт кесіп жіберді. Ал, кідірме. Қаш. Қайда? Басың ауған жаққа. Көкетайға, мырза екем өлтіреді ғой мені. Сорың құрғыр. Қашып өлдің не, осында жатып өлдің не, бәрібір. Енді бөгелме. Ал, Құдай жолыңды оңғарсын. Бол, тез. Кеңкелес өң мен түстің арасындағы адамдай меңзең боп үнсіз тұрды да, кенет басын көтеріп, Өмекейге бір, даладағы меңіреу қараңғылыққа бір қараумен болды. Көкетай, мырза екем біліп қойса сізді ұрмай ма? Ол жағын уайымдама. Өз басыңды алып қаш. Тірі болсақ, бір жерде кездесерміз, кездеспесек сыртыңнан тілеулес боп жүрермін. Маңдайыңнан соры арылмаған бейшара, соңғы сөзді айтқанда Өмекейдің үні қалтырап шықты. Қош бол. 3 күн бойы байлаулы жатқан Кеңкелес сал болған денесін әзер жинап, қою қараңғылықтың меңіреу түкпіріне қарай шайқатыла басып жүріп кетті. Өзгелер секілді атағананың ыстық мейірімін көріп өсуге, ойнап күлуге, бозбала боп жар сүйіп, түтін түтетіп өз алдына шаңырақ құруға қақы бар бір пенденің бүкіл болашағы мен ғұмырын, бар қызығын жұтып, оның анау жұдырықтай денесін сығымдап, бұдан бұлайғы кешер ғұмыр, сүрер өміріндегі бар жақсылығын сылып алған қарғыс атқыр аманат тұзағы пырт кесілген қыл шылбырмен бірге көрпелдеш қамайтын қараңғы үйде қала берді. Бірақ ол бостандық алды мекен деп ойлаған жоқ. 22 жыл бойы мойнына сор боп мінген аманат бәлекеті әйтеуір артта қалдырау деп қуанған жоқ. Мына қараңғылықтың аржағында не бар? Ертеңгі таңы қалай атпақ? Тураған еттей боп зу ете шығатын қып қысқа өмірдің енді бұлайғысында жаны шықпаған кеудесін тағы қайда сүйретеді? Алда не күтіп тұр? Ол мұның біріне көз жіберіп, ой тоқтатпады. Тоқтатуға шамасы да болған жоқ. Тіпті өзінің қайда кетіп бара жатқанын да білмеді. Бет алды, құла дүз, қанша жүргені белгісіз. Әйтеуір бір кезде аяғынан әл кетіп, қалжырап сұлық түсті. Сол бойы талықсып ұйықтап кетіпті. Бас жағынан әлдекімнің бір қалыпты созылта, әндете салған даусы естілді. Өңі екенін, түсі екенін ажырата алмай біраз жатты. Тұла бойы суықтан қалшылдап барады. Бас жағындағы сарнаған дауыс бұрынғыдан анығырақ күштірек естілді. Ол жайлап көзін ашты. Көкпеңбек боп ашылған тұнық аспанды көрді. Күнде көтеріліп қапты. Апырмау, бұл не? Қайда жатыр? Жылқылар қайда? Мынау кімнің дауысы қайдан шығып жатыр? Аш көзіңді, жей есіңді. Қайдан жүрген жансың? Тұңғыш басын көтерді.
Иығында ала қоржыны бар бір кемпір өзіне төне қарап отыр екен. Қолы күсті, киімі алба-жұлба, қайыстай боп қатып қалған қара қошқыл жүзінен ыстық суыққа әбден көнбіс боп алған кейпі байқалады. Тұңғыш есеңгіреп кетті. Апа, сіз менің апамсыз ба? Қайдағы апа, бейшара? Мен диуанамын. Басыңда отырғаныма көп болды. Өлгелі жатқан бір сорлы екен деп жаназаңды шығарып отыр ем. Талқаның таусылмаған екен. Көзіңді ашып, тілге келдің. Қайдан жүрсің, қайда барасың? Қашып келемін. Барар жерім жоқ. Жақын туысың бар ма еді? Құдай жалғыз, мен жалғыз. Мұндай күйге қалай түсіп жүрсің? Шеш үстіңдегі киімдеріңді сонан соң айтарсың. Мыналарды киіп ал, тісіңе тимей барады ғой. Диуана қоржыннан ескі құсқы киім алып тұңғышқа берді. Көп жасаңыз, шеше. Көп жасап қайтемін, иманды болыңыз, де. Иманды болыңыз. Ол тас лақтырым жердегі су қазған жыраға барып киініп келді. Кемпір ақ таяғына сүйеніп сол қалпы қимылсыз отыра кетті. Өзің қаншадасың? 31-демін. Өзіңізше? Менен бір мүшел жас екенсің. Қойыңызшы. Бірақ мүшел ме? Сіз менің шешем сияқтысыз ғой. Басқа түскен ауырлық кемпір етпек түгілі ет қып езіп жіберер. Өзің де жер ортасына жеткен адам сияқтысың. Жетімдік пен жоқшылықта күнің өткен бір бейбақсың ау, шамасы. Рас, тауып айттыңыз. Әкемнен 9 жасымда, шешем мен інімнен тұңғыш өткен оқиғаның бәрін түп-түгел айтып берді. Сол азапты күндерді басынан кешіп жүргенде терең сезіне қоймаған қайғысын өзге біреуге алғаш рет жырғып айтып беріп жатқанда өз ғұмырының қасіретті екенін, анадан бейкүнә боп туып, сорлы боп өскенін тұңғыш рет сезініп, екі көзінен пара-пара жас ақты. Диуана да ебіл-дебіл боп жылады. Менің де күйеуім, балам бар еді. Екеуі де аштан өлді. Көз алдымда өлді. Ыңырсып жаттық-ау, жарығым, нан деп елегізіп айтқан үні құлағымнан кетпейді. 11 күн бойы нәр татпады. Аштық өтіп, аузы мұрнынан қара су ақтарылды да жатты. Күйеуім бір нәрсе іліге ме деп қаңғып кетіп еді. Түк таппаған соң өлгелі жатқан қатын баласын көргісі келмей есік алдына келіп, босағаға сүйеніп отырып жан тапсырыпты. Екі пақыр көз жастарын тыя алмай ұзақ отырды. Апа, мекен жайыңыз бар ма? Деді әлден соң тұңғыш диуананың көндей қатқан бетіне қарап. Бар. Алыста. Енді осы жерден қайтамын. Ел аралап өтеніме жеткенше қыс та түседі. Соңғы күйеуім жарымжан. Ол да диуана еді. Аяқ-қолы сал боп қалды. Енді кәріп боп үйде отыр байғұс. Менен басқа ешкімі жоқ. Ол жүріп тұруға жарайтын кезде күн көрісте тәуір еді. Дауысы саңқ етіп, ақ диуанаға, деп сарнай жөнелгенде бір үй емес, қоңсылас 2-3 үй қайыр садақасын бірден ап шығып беретін. Батаны да төгілдіріп айтатын еді. Енді міне бар ауыртпалық маған түсті. Оған келгенде жұртта жомарт еді. Ал менің тапқаным оның тапқанымен салыстырғанда қайдаға, түйенің бір қылғығанындай ақ. Тісіңе тимей қалшылдап барасың ғой. Мә, мынаны жамылып ал. Диуана қоржынының бір басынан ескі шекпен алып тұңғышқа берді. Иманды болыңыз, апа. Сіз болмасаңыз өліп қалғандай екемін ғой. Мені де Құдай айдап келген шығар. Ал енді не істемексің? Қайда бармақсың? Басымның ауған жағына. Үмім жалшы боласың ба? Сен оны қой. Орақтан қашқан жыраққа бір тепкіден шығып бір тепкіге түсіп қайтесің. Одан да менімен бірге жүр. Диуанашылық етесің. Диуанашылық. Неменесіне шошисың? Диуанашылық Құдай сүйген кәсіп, Құдай жолы. Өзім үйретемін. Бір айдың жүзінде өз бетіңше ел аралайсың. Беталды қаңғығаннан не шығады? Айтқаныңыз болсын, апа. Тұңғыш үш ұйықтаса түсіне кірмеген мүлде жат, мүлде жаңа кәсіпке диуанашылық жолына осылай түсті. Диуана әйелмен танысқан күні түні бойғы суықтан денесі қалтырап, жүруге жарамады. Сонан соң ауыл шетіндегі бала шағасы көп бір жесір әйелдің үйіне 3 күн қонып әлжиді, оңалып алды. Шеттей балалар әуелгіде екі диуанадан қорқып үрпейіскенімен ала қоржынның іші күлше құртқа
өрік жаңғаққа толы екенін. Диуана деген аты болмаса, олардың да өздері көріп жүрген адамдардай екенін біліп, бірте-бірте бойлары үйрене бастады. Диуана жатқан үйдің әйеліне 2 қадақтай ұн, жарты қадақтай мұз қант беріп, дәліздегі алашасын сұрап алды да, ертең жолға шығамыз деген түні қоржын етіп тігіп тұңғыштың басына қойды. Ертең ол диуанашылық жолға түседі. Бұдан бірнеше жыл бұрын молдадан дәріс алып, кімсің қомшаның молда баласымын боп шыға келетін 9 жасар бала 31 жасында иығына қоржын асып, қолына ақ таяқ ұстап елелден қайыр сұрайды. Бір үй қалса, диуананың көңілі күптігей. Бар ауылдың итін абалатып, әр үйдің босағасы алдында ақ диуана деп сарнап тапқан таянғанын қоржынға жинайды. Ақша ма, нан ба, киім бе, құрт па бәрібір, бергенін ала береді, тамақтың жегенін жейді. Артылғанын жетім жесірге үлестіреді. Жыртығы жоқ киім болса, базарға барып өткеніне сатады. Торғайдың шоқығанындай тістеп тырнақтап жиналған ақша тер сіңген орамалға түйіліп, шидемшекпеннің қалтасына түседі. Сол ақша аққар, көк мұз 3 ай қыста жан бағуға, бала шағаң болса, өзің 7-8 айдан кейін қайта оралғаныңша солардың ыстық қауметіне, күнделікті талшығына жетеді. Ал тұңғыш кім үшін қайыр сұрайды? Әуелі Құдай, сонан соң өз қарақан басы үшін. Өзіне қарағанда әкесінің арып ашып тапқан табысы да қадірлі екен ғой. Ол марқұм әйелі мен баласы үшін отқа да, суға да түсті, сөйтіп жүріп көз жұмды. Бірақ көзін ашқаннан көңілі бәсейіп, жаны жасып, жігері майрылған тұңғыш өмірдің мұндай бұлталаңдары жайлы ойлаған да жоқ. Оның бар ойы ертеңгі жол, 3 күннен бері диуана үйреткен түсініксіз шұбыртпа сарнау. Соны қайткенде де ұмытпауы керек. Жол қандай? Азапты ма, алыс па, сол жолдың бітер кезі болар ма, біткен күннің өзінде әрі қарай не істейді? Өмір бақи ит абалатып, қайыр сұрай бере ме, отын олжа су қорлық. Азаннан қара кешке дейін ақтап жүріп, қоржын толған соң қонаға жай сұрап, әр үйдің қас-қабағына қарап осылай кезе бере ме, әлде 2 қолға бір жұмыс, жан бағатын басқа кәсіп іздей ме? Тұңғыш бұл жағында ойлап жатпады. Диуаналық өмірдің 10 шақты күні артта қалып, әуелгіде жаны шошыған кәсіпке еті үйреніп, тілі жаттыға бастады. Диуана әйел оны жаннан тастамай баули берді. Кейде ақ диуананы өзі айтпай тұңғышқа жүктеді. Үйрен. Мен қашанғы қасыңда боламын, дейді ол оңаша шыққанда, даусың жердің астынан естілгендей көмескі, ұялмай сампылдап қоя беру керек. Сөзін ұмытып қала бересің. Жаңағы үйдің иесі қайырды сүлесоқ көңілсіз берді. Міне, былай айт. Ол сөз бен сөздің арасын бөлмей біркелкі әндетіп қоя берді. Ақ дос, ақ диуана, Алла, жақсылығыңды аяма, жеттім дегенде жығылма. Толдым дегенде төгілмеге Алла, мұсылманға ақ ниетіңді аямаға деген кезде даусыңды созып тұру керек. Ал сен аяма деп күңк ете түсесің, оныңды қасыңда тұрған менде естімей қаламын. Қане, аямағаға, деп созып айтшы. Аяма. Әлі де соза түс. Аямаға. Міне, сәл жөндем шықты. Енді даусыңды көтере түс. Аямағаға. Бәрекелді. Өстіп айту керек. Енді 10 шақты күнде жап-жақсы диуана боп шыға келесің. Құдай сүйген өнерді пенде сыйлау керек. Қазір тағы сен айтасың, жүр. Арада 10 шақты күн өткенде тұңғыш сампылдап қоя беретін болды. Бұрынғыдай қымсынуы тыйылып, дауысы ашыла түсті. Диуанадан мақтау естіген сайын көңілі бір өсіп, келесі үйге барғанда, оны тоқтатып қойып дарбазадан кірген беттеғақ өзі бастап жүре беретінді шығарды. Аманат кезіндегідей емес, енді оның өміріне күлкі араласты. Диуанадан мақтау естіп көңілі көтерілді. Ол бұл кәсіпті бірте-бірте ұнатып, ертеңгі таңның атуын кей түндері асыға күтетін де болды. Бір күні диуана, екеуміз 2 ажырайық, деді ақырын ғана, қосарланып жүрген соң жұртты жырынып қалады. Арамызға сүт пісірімдей уақыт салып аралап отырайық. Ауыл сыртында кездесерміз. Елді азар қылсақ бізден кейінгілерге қиянат болады. Арада 1 жарым ай өтіп, жас диуана өз бетінше ел аралап, жаңа кәсіптің жөн жосығын айыра білетін болды-ау дегенде, диуана кемпір екеуінің 2 ажырасар кезінің жеткенін айтты.
Оң солын танығаннан бері жат кісі атаулыдан алғаш рет шын мейірбандық, шын жанашырлық тапқан тұңғыш мойны қатса да қанаты қатпай. Дүрмегінен көз жазып жалғыз қалған соң бір қырғидан жан сауғалаған бейшара торғай секілді көзі қарауытып кеп бірінші кездескен диуананы паналай кетіп еді. Ол диуана кемпірмен осылайша қосарланып жүре бермейтінін, ерте ме, кеш пе оның қанатының астынан шығып, өз бетінше бөлініп кете барарын білетінді. Бірақ ажырасармын-ау деп ойлаған сайын бүкіл жарық дүниеде жалғыз өзі ғана қалатындай күні бұрын жаны құлазып, жетімдік жапасын нақ бір енді шегетіндей іштей үгітіліп, мүсәпір халге түсетін тұңғыш диуананың аузынан енді айырылысайық деген суық сөзді естігенде тырнағының астына әлдекім ине сұғып алғандай бір селт ете түсті де, басын тоғжитып, төмен қарап отырып қалды. Пәлен деп тіл де қатпады, көкпеңбек дерменені бырт еткізіп сындырып алып, жер шұқылай берді. Әлгінде өздері аралап шыққан ауыл сыртындағы төбе басында екеуі ғана. Бірі отыр, бірі осы жерден еліне кетуге ниет етіп, жаңа танысының разылық үнін күтіп тұр. Сәлден кейін диуана таспадай тартылған жалғыз аяқ жолға түсіп тұңғыштың көзі көріп, құлағы естімеген ту алысқа сапар шегеді. Бір жусан мен бір жусанның арасында қыбыр-қыбыр етіп, ешкі сауым уақыт жүрген мына бір байғұс құмырсқа секілді. Ол да жер түбіндегі өтеніне өнімсіз жүріспен қимылдай береді. Мейлі, қанша өнімсіз болсын, ерте жетсін, кеш жетсін, мейлі, әйтеуір ол өз отбасына кетіп барады емес пе? Ал өзі отырған төбенің қай жағына құларында, кең дүниенің қай түкпірін бетке ұстарында білмей. Жер ортасы осы боп шөгіп қалған бейбақтың ендігі мақсаты, ендігі әрекеті, ендігі күйі не болмақ? Басына қандай қара күн туса да, ебіл-дебіл еңіреп жылаумен ғана тынған, қайғырғанмен қабырғасы қайысып, ой толғауға өресі жетпей өскен тұңғыш дәл осы сәт өз өмірінің қор өмір екенін. Тіпті ес біліп етек жапқалы диуанашылық пен ыстықаумет тауып келе жатқан мына диуана кемпірдің өзінен әлде қайда бақытты екенін алғаш рет ой жіберіп, бордай үгітілді. Кепе болсын, шайла болсын, түтіні қисық шықсын, түзу шықсын. Алыс болмақ түгілі ғұмыр бойы жете алмайтын жер шеті болсын, әйтеуір өтенім бар деп көңілге тоқ. Жанға медеу санап жүрер жаман шаңырақ қара қазанның тірі пендеге бой тумардай қажет екенін, демеу екенін ұғынды. Байғұсқау, қашанғы тұрамын? Басыңды көтеріп разылығыңды берсеңші, деді диуана оң иығындағы қоржынын сол иығына ауыстырып. Тұңғыш сонда барып басын көтеріп, қарсы алдындағы диуанаға қарады. Жасаған жақсылығыңыз Алладан қайтсын. Иманды болыңыз, деді ол күбірлеп. Сөйтті де қайтадан төмен қарады. Алла бұйыртса ұшырасармыз, бұйыртпаса ана жалғанда жолғармыз. Құдай жалғыз, диуана жалғыз. Ел кездеспей далада қалсаң молаға түне, әруақ жүрген жерден жын жыбыр, бәле жала аулақ жүреді. Жалғыздың жары, Құдай. Жалғыз жатар кезің көп, ұйықтар алдында иманды үйіріп жат. Иманы үйрілмеген пендені ана дүние қабыл етпейді. Оны білмеймін ғой. Айтпаған екенмін ғой саған. Міне, былай, жаттым жан аула, тұрғыза гөр иншалла. Тұрғызбасаң иншалла, ля илаха илалла. Көрдің бе, қиын ештеңесі жоқ. Қане, қайталап айтшы. Тұңғыш аузын аша алмады. Осы 4 жолды үйретемін деп диуана сүт пісірімдей кідіріп қалды. Ал, қош бол енді. Қош болыңыз, апа. Диуана жүре берді де, кері бұрылып кеп, мына кебісті сен кие ғой, деді. Ескі құсқыны сатып, күйеуіме деп алдың күні Сайрам базарынан алған кебісті тұңғышқа ұстатып, нәсіп болса жолдан тағы алармын. Жерсіз, табаныңнан сыз өтіп ауырып қаларсың. Байғұс, мына аяғыңдағы жыртылып бітіпті ғой. Көп жасаңыз, иманды болыңыз, де. Иманды болыңыз, диуана жүріп кетті. Тұңғыш төмен қараған күйі қала берді. Жусан сабағымен шұқылап отырған қара күрең кебу топыраққа кенет әлдене тырс-тырстамып, бір түйір балшық топырақ пайда болды. Сонан соң екінші. Үшінші тұңғыш олардың неден қалай пайда болып жатқанын да сезбей дымқыл тартқан күрең топырақты ары-бері аударыстыра берді. Батыс та жоқ, шығыс та жоқ, түстік те жоқ, теріскей де жоқ, аспан асты жер қуыс, елден ел, жерден жер кезіп, ол осылайша 15 жыл бойы диуанашылық күн кешті.
Қоржынның екі басы мың толып, мың босады. Байлаудағы төбеттер шынжырын үзіп кетіп, талай талап, талай жазылды. Аш иттің артын сұқ ит жалайды, дегендей, тырнақтап жиған ақшасын ұрқарлар тонап, көп ажалдан әзер қалды. Ел іші ала-құла, жаман да бар, жақсы да бар. Баламды қорқыттың деп талай мерімсіздердің ауылдан қуып, ит айтақтаған кездері де болды, оның жаман шекпені желбіреп. Бас сауғалап қашқанына, есірік төбеттердің ортаға алып тұс-тұстан тартқылаған сәтте, есі шығып ербеңдегеніне қарқ-қарқ күліп тұрған кісәпірлердің бір талайын да көрді. Бірақ диуананың несібесі ел ішіне шашылған, ол елден безбеді, ертесіне қайырымды. Біреуге кездесіп, әлгісінің бәрін ұмытады. Ұмытпасқа шара да жоқ, оның бәрін кек тұта берсең диуана бола алмайсың. Диуана болармын деген ой бұрын оның үш ұйықтаса да түсіне кірмесе, енді оған еті үйреніп, әбден бауыр басып, өзге кәсіпті ұмытқан шағында мұны қоярмын деп әсте ойлаған жоқты. Есігінің алдына келген диуананы ешкім қумайды, еш мұсылман оның маңдайынан шертпейді. Бай бол, кедей бол, жарлы бол, жесір бол, диуанаға барыңды бересің. Қос үйден ол құры шықпауы керек. Қайыршыдан да бетер отқа қараған сорлы болсаң, бір жапырақ таза шүберек беріп Құдай деген пендеге жол сілте, батасын ал, бата ешқашан көптік қылмайды. Бірақ диуаналардың жазылмаған бұл заңын әманда орындай беретін жұмыр басты пенде ме? Атаңа нәлет, өзім де ақтап кеткелі отырмын. Бұлардың қайсы бірін жарылқарсың, бірі кетсе бірі келеді. Пақыр ғой деп мүсіркейсің, қазбалап көрсең өзіңнен өткен бай деп ашу үстінде қуып жіберетіндер де бар. Кім біледі, ондайлардың айтқаны бір жағынан жөнде шығар. Соңғы 1-2 жылы жұт көбейіп, елдің пейілі тарылды. Аш жалаңаштар қаптап, диуаналар шұбырып кетті. Барлық адамның мінездері қандай ала-құла болса, диуаналар да солай әртүрлі. Олардың да момыны мен кісәпірлері бар. Бұрын ел тоқшылық кезде лажы болса ақша яки бүтін киім сұрап, құртымай, нан-пан бергендерді жақтырмай батасының жартысын жұтып, бетін сипап кете беретін масайған диуаналар енді бір тостақ арпа берген үйге бар білетін батасын қақтап айтатынды шығарды. Бүгін ол қонатын үй таппады. Барған жерінің бәрі де сорлы, сен түгілі өзіміз жататын орын жоқ, немесе өзің секілді екеуі жатыр, қайда сыйғызамыз деп есіктерін сарт жауып, бірі кіргізбеді. Көз байланып, табан жолды көру мұң боп қалған соң, тұңғыш күдерін үзіп, аулақтағы бір жыңғыл қораға келді. Күн жылы, жер құрғақ, қоржынды жастанып, шекпенге оранып жатса бір күнге бәле де алмайды. Ашық даладан гөрі қораның аты қора ғой. Ол кіріп келгенде ойылған күнге сүрініп етпетінен түсті. Астапыралла, деп орнынан қайта көтеріле бергенде қараңғы бір түкпірден, «Бұ кім?» деп әлдекімнің шошына шыққан үні естілді. Қонатын жай іздеп жүрген диуанамын. Басқа жер құрып қалды ма? Обайлау, жөн сұрасып тұрар заман қайда, ұста тез деген екінші біреудің қарлыққан үні тағы жетті. Тұңғыштың жүрегі су етіп, денесі мұздап кетті. Қандай пәлеге тап боп ем тағы? Ұста, дегені несі? Менің немді алмақ? Көзді ашып жұмғанша болған жоқ. Еңгезерде екеу жетіп келіп қауқарсыз бейшараны ұмар-жұмар жерге алып ұрды. Тілге келіп, жөн айтуға да мұрша бермеді. Диуанамын деуін қара аңдушысың ғой. Қазір сазайыңды тартасың ендеше. Әй, Текебай, жина еттерді тез, мынаның артында кісісі болуы мүмкін. Жылдам атқа өңгеріңдер. Оған шейін біз бұны жанталасқан екі ұрға тұңғыш ешкі жыққан құрлы болған жоқ. Қол аяға, аузы басы байланып отын бұтайтын дөңкедей әп-сәтте домаланып жатты. Келесі бір сәтте атқа өңгеріліп, ішек қарны солқылдап, белгісіз жаққа үш ұрмен кете барды. Үш құса боп қан жылап барады. Тым болмаса бір ауыз жөн тыңдаса қайтты, шіркіндер. Енді не істемек, қайда апарады? Диуана екенімді қоржынымнан ақ білмей ме? Қораға айдаған қай құдай ұрлықтарының үстінен түсерімді білсем безіп кетпейтін бе ем жапан далаға. Бір ауыз сөзімді тыңдамадық ау. Ел ас су ішіп болғанда жолға шыққан үшеу түн ортасы ауғанда ат тізгінін тежеп күбір-күбір ұзақ сөйлесті. Атқа жүк қылмай лақтырып кетейік те мына сұмырайды. Тірі қалдырсақ кейін бәле боп жүрмей ме? Атасының басы. Біздің кім екенімізді қайдан біледі?
Осы жерден құс боп ұшып барып қуғыншы әкелемін дегенше біздің де 4 аттың да құрығын ұстай алмас. Тәшкеннің жыныш базарының қай бұрышынан табады. Бір жылқының еті екеуіңе ауыр боп келе жатқан шығар. Үшеуміз бөліп артайық. Ат артына көлденең тастаған тұңғышты қыса тартқан қыл арқан кенет кілт босап, мұрнының ұшына тірелген жаны жай тауып қалғандай болды. Бір ұшы аяқтан, бір ұшы мойнынан салынып, ат бауырына үңілте таңылған байғұстың енді біраз жүрсе өті аузына құйылып, мойын омыртқасы үзілердей еді. Аузынан қара су ақтарылып өлімші халге жете бергенде Алланың рахымы түсіп, өтірік пе, шын ба, деп ойланып, енді ғана үйреніп келе жатыр. Әттең, бәрі бірдей қаздырып, бәрі бірдей нақты ақы төлейтін болса ғой шіркін. Онда баяғы жерге кетемін деп нем бар. Ендігі жылы тәуекел деп сонда тартам. Қаланың тұрғындары да көбейіп қалған шығар, тұңғыш кіші гірім шаһарға осылай келді. Оның диуанашылық кәсібі сүйекшілікпен осылай алмасты. О, жаратқан ием, содан бері қанша заман, деді тұңғыш ауыр күрсініп, қанша заман. Не рәт көрдім сенен, жарық дүние. Жылап толып, қорлықпен ғұмыр кешіп, жұмсақ төсекке жамбасым бір тимей өтіп барамын. Кетпен көтеруге қайратым жетпеген күні үмітім де сөнеді екен де. Біреу аш, біреу жалаңаш, біреу тоқ, біреу де жоқ. О, құдіреті күшті Құдайым-ай десеңші. Бүгін міне бір құлашта жер қаза алмадым, таңда атайын деген ау. Біреу дүрсілдей ме? Тағы кім опат болды екен? Сырттан дырғыр деген дауыс, ат тұяғының үйге тақалып кеп тоқтағаны, белгісіз біреудің ерден дүрс етіп түсіп, терезеге тақалғаны естілді. Кім бар бұл? Тұңғыш үн қатпады. Беймезгіл кезде мазасын алғанына қынжылып, киізді ашуға ерініп жатыр. Кім бар бұл деймін. Тіл қатсаңшы. Тұңғыш бүркеулі киізді жайлап ашып, терезе жаққа қарады. Астапыр Алла, әлі түндеп жатса айжай боп таң атып қапты ғой. Күн шығып кетпегеніне шүкір. Терезенің жастығы түскені анық екен. Суық жел азнап соғып тұр. Бір қолмен атының шылбырын ұстаған ұзын бойлы, қаба сақал, шүңірек көз бір шал ішке үңіліп қапты. Жылы төсектен ажырағысы келмей ақ жатса да, тұңғыш орнынан амалсыз көтеріліп, үстіне шекпенін кие бастады. Аллаға шүкір, шаншуым қайтқан ғой деймін. Үйге кірмей нағып тұр. Маған сонша тесіліп қалғаны несі? Бейтаныс шылбырын бұғат ағашқа байлап, есікке қарай жүрді. Тұңғыш етігін киіп, бұрышта тұрған егеу мен кетпенін ала бергенде, киіз есікті желбеткізіп шалда кіріп келіп, оның қарсы алдына тұра қалды. Көзін тұңғыштан бір сәт алар емес. Қомшаның тұңғышы сіз боласыз ба? Кіміңіз опат болып еді? Сен мені танымадың ба шынымен? Тұңғыш сонда ғана басын көтеріп, шүңірейген көздерін алдында тұрған шалға ұзақ қадап тұрды да, үнсіз басын шайқады. О, қу тағдыр, деді шал күрсініп, ерте қартайып, ерте мүжіліп кеткенің бе, байғұс? Мен Өмекеймін ғой. Өмекей дейсіз бе? Иә, Өмекей. Өмекейге естуім бар сияқты. Кіміңіз қайтыс болып еді? Болсекем хал үстінде мені саған со кісінің өзі жіберді. Алып келмей оралма деді. Есімі Үкітай. Үкітай тұңғыш жай түскендей селт етіп шалға жалт қарады. Еріндері әлдене деп көбірлеп, көз көбесіне көлкілдеп жас үйіріліп, ағатағай деп баяғы кездегі әдетімен айқайлап жіберіп, иығына гүрс құлап түсті де жас балаша солқылдап жылады. Өмекей тәлтіректеп барып әзер құламай қалды. Азнаған ақыреттей суық үйде екеуі ұзақ отырып өткен өмірлерін әңгіме етті. Көп сөйлеген Өмекей, көп тыңдаған сүйекші. Ол аманат тұсауын сыпырып қараңғы түнде бет алды құла дүз қашып шыққан сонау кезден күні бүгінге дейінгі аралықты диуана болдым. Ендігі кәсібім сүйекшілік, деп бір-екі ауыз сөзбен айтып тындырды да, тіктеп қарасаң кісі сескенердей сұп-суық, өлі жанарын Өмекейден айырмай мелшиіп отыра берді. Өмекей сөйлеп отырып бір кездегі өзі аңдамай айтқан жалғыз ауыз сөздің бір бейбақты қандай күйге түсіргенін, енді ол күнәсін бұжалғанда да, ожалғанда да өтей алмайтынын. Тіпті сол күнәсін өтемек боп қолынан келер бар жақсылығын, оның отбасына қанша үйіп төккенімен, мына дүниенің қызығы дегенге қарсы алдында отырған адамның селт етпейтінін,
Ендігі қалған өмірінде оған екі дүниенің бір-ақ қадам екенін ұғынып, бойын сұп-суық, үмітсіз, үрейлі сезім аралап өте берді. Үктайдың Шерәліні ақыры жеңіп тынып, оны бүкіл мал-жанымен өз қоластына қаратып алғанын айтқанда да, енді мақсатыма жеттім бе деп көңілді бір демдегенде. 2-3 жылдың ішінде 4 баласы түгел шешектен дүние салып, қайғыдан күңіреніп отырғанын есіттіргенде де, енді ғұмырының базары өтіп, мазары төнген шағында сонау кездегі бір жарлы шаңыраққа жасаған обалын еске алып. Егер сол бишара тірі болса тауып кел, жақсылығымды аямайын, дүние деген жалған екен, кешірім сұрайын, дегенін жеткізгенде де ол елең етпеді. Мұның бәріне күректің сабы сынған құрлы. Көңіл бөлген жоқ. Ақ киім жапсаң әруақ боп шыға келетін осы бір қаншырдай қатқан жанның ішкі сарайында тап қазір не жатыр? Біреуге деген ыза ма, кек пе, өшпенділік пе, өмекеге ол жағы да жұмбақ боп қала берді. Озбыр болсаң бір кезде біреуге жасаған озбырлығыңды өмір бақ еске алмай-ақ ғұмырыңа өзіңше көңілің толып тып-тыныш о дүниеңе аттана берсең. Пәленше өйтпеді-ау деп былайғы жұрт күңкілдесе де көзіне айтпайды. Өйткені сен әлдісің, әлсіздің күңкілін құлағың естісе де көңіліңе қойғың келмейді. Өзіңнің озбыр болғаныңды олардың күңкілінсіз-ақ білгенсің. Енді өлеріңнің алдында тәубеге келген боп мүлеймсімей-ақ асқақ басыңды имеген күйі түк сезбегендей өтуден басқа амалың да жоқ. Бұ жалғанда жапа шеккен шерменде мен мүсәпірлер аз ба, олардың қайсы бірін ойлайсың? Қайсы біріне жақсылық жасап жарылқайсың, олардың бәріне жаның ашса, өзің де шерменденің біреуі боп шыға келмейсің бе? Өмекей бұл жайлы толғанған, ойлаған сайын шаншудай қадалатын сол бір оқиғаны да, өліктірісі беймәлім аманат баланы да ұмытпақ боп талай тырысқан, тіпті ұмыттым деп өзін-өзі алдағанда. Бірақ сол қиянатының перезіден кейін жаңғырған қырсық жарадай ұмыттымбау деген шағында қайта тіріліп, оның азабы барған сайын ұлғайып келе жатқанын сезді. Осының бәрін ол өзінен көріп, ырымшылдығым, уайшылдығым шығар. Әсте сырқат Үкітай олай-бұлай боп кетсе, ел басқара алмаспын деп жүргенінде Үкітай аузынан аманат бала жайлы көңіл толқытар күтпеген сөз естіп, таңданып тұрып қалды. Асарын асап, жасарын жасаған болыс сол бір бейбақты санаулы демі қалғандықтан еске алды ма, әлде 4 ұлының 4 төмпек болғанын зәбір көрген мүсәпірлердің көз жасығау деп ойлады ма? Әйтеуір сол бір жетімді өзі сияқты оның да ұмытпағанына Өмекей жүрегі жарыла қуанып, ат аяғы жетер жердің бәріне құлақ қағыс қып іздеу салдыртты. Өлдіге санап жүрген аманат баланы ақыры тапты. Тапқанына қуанып өзі құстай ұшып жетіп еді. Ол қуанышы үндемес сүйекшінің мынадай әуселесін көрген соң су сепкендей басылды. Енді оған пенде атаулының жақсылығы да, рақымы да қажет емес. Тіпті, мені қалай таптыңыз? Деп сұраған да жоқ. Сонан соң Өмекей өз жігіттерінің ойда жоқта бір ноғай сүйекшіге кезігіп қап. Жылы хабардың ұшын естігеннен кейін нобайлап осы жерге 2 күн жүріп жеткенін айтқан да жоқ. Маналы бері өзіне сүзіле қарап үнсіз отырған тұңғыш кенет орнынан ұшып тұрып, іргеде жатқан ұрының мылтығындай қып-қысқа сүймен темірді қолына алды. Сүйекшінің бұл қимылынан шошып кеткен Өмекей де қоса түрегелді. Не болды, байғұс-ау, мұның қалай? Кеше уәде беріп ем. Ұмытып барады екенмін. Ол не уәде? Кіндік бойы қазып қойған. Сәскеге дейін бітіруім керек. Бір қой берем деп еді. Бір қой емес, қалағаныңды берейін, менімен бірге жүр. Жоқ. Уәде бергем, әруақ антын бұзбаймын. Ендеше ертең жүр. Ол болмайды. Дегендей басын шайқады. Ертең Құран оқытуым керек. Өмекей үнсіз қалды. Әлден соң барып, онда күте тұрайын. Елге барған соң әке-шешеңе ас бергіземін, жүресің бе бірге, деді. Ас дейсіз бе? Иә. Тұңғыш не деп жауап берерін білмей төмен қарап көп тұрды. Апырып-ау, осы кісі неге мұны жақын тартады? 2 күншілік жерден неге іздеп келеді? Неге бар жақсылығын аямай тұр? Мұның да баяғы диуана кемпір сияқты шын әулие болғаны ма? Тұңғыш басын кетеріп, Өмекейге қарап тұрды да, мақұл, деп күбір ете түсті. Әп бәрекелді, Алла тілеуіңді берсін. Иманды бол, деңіз. Тұңғыштың өз өтенінде әке-шешесіне Құран оқытып болған соң Өмекей осы ауылдан бір ат сатып алып, қатқақпен біраз жол ұтып қалайық деп таң қараңғысында екеуі жүріп кеткен.
Таң атқанша көз ілмей шықса да, уәде бұзбаймын деп борша-борша боп терлегенін, жамбасын шым-шым етіп қайта біз сұға бастағанын да елемей. Нәр сызбаған бойы, сағырдан жерден ақымды молана сәскеге дейін қазып бітірем деп әбден титықтаған тұңғыштың беті қайтқан сарбы қайта құтырып, түнемеге сандырақтап шықты. Бұдан әрі кешіге беруге ауылдан жаны тынбаған Өмекей сүйекшіні шидем шекпенмен қалың киіндіріп, атқа көтеріп мінгізгендей зорға отырғызып, әупіріммен әрең аттанғанды. Олар шығысқа қарай созылған қара жолмен қырқа басындағы қорым жанына жеткенде сүйекші атын тежеді. Зират жанынан өткендегі әдетімен Өмекей де тоқтап, дұға қылғандай күбір етіп, бетін сипап қойды. Бұл жерге тұңғыш талай келген, талай түнеген де. Алғаш қолына күрек алып қабір қазғанда бойын сұмдық үрей билеп, 1-2 ай бойы түсінен шошып оянып жүрген. Енді бәріне үйреніпті, тіпті қайтып оралар-оралмасы белгісіз жолға кетіп бара жатқанда осы зираттар көзіне оттай басылып, көңіліне аянышты бір қимас сезім ұялатқандай. Адам тозаққа да үйренеді, деген рас екен ау. Әйтпесе, қорымды қимау, қорымға бауыр басып, оның сұп-суық сұсты бейнесі көзге ыстық көрінуі деген ойға оғаш, құлаққа жат нәрсе ғой. Бұл қабірлердің көбісін осы қазған, оған бәрі таныс. Кім ақымда, кім лақытта жатыр. Өзгені ұмытса да, бұл есінде, тіпті қай молада жатқан марқұмның артында қалған жанашыры берем деген уәдесін жұтып, ақырет парызын аттап кетті, ол да жадында. Жүрелік кідіріп қалдық қой, деді Өмекей ақырын ғана. Сол жаққа сүйегімді сүйретіп қайтемін, тек патшағар. Жол үстінде олай деме. Жүр тез, сүйекші тізгінді босатып, болар-болмас тебінгенде Өмекейдің мініскер аты ілгері қозғала берді. Артта мұнартып кішкентай қала жатыр. Тұңғыш алғаш келгенде келдің екенғау деп селт етпеген қала, енді кеттің екенғау деп елең еткен жоқ. Белгісіз жақтан белгісіз боп келіп еді, белгісіз боп кетіп барады. Бұл жоқ болса да таңның атысы, күннің батысы бір тынбайтын күйбең тіршілік тоқтап қалмайды. Олар мұнсыз да туып, мұнсыз да өмір сүріп, мұнсыз да дүние сала береді. Екі жолаушы 2 күншілік жолды 3 күн жүріп, түс ауа бергенде ойпаңда жатқан ауыл қарасын көрді. Кеше түскен қырбық қар ойқырдың бәрін біркелкі ақ шаршыға орапты. Әрбір үйдің төбесінен шыққан түтін тымық ауада оқтаудай тіпті көтеріліп, құс ұшар биіктікке жеткен соң тай қазандағы суға тамған бір тамшы қандай бірте-бірте сұйылып, әлде қайда ғайып боп жатыр. Туған жер. Құл болсаң да, тұл болсаң да кір жуып, кіндік кескен топырақ. 2 атты жолдың төбеден төмен құлар шетіне кеп тоқтады. Анау қарауытқан тауды көрдің бе? Сол Қабан тау. Есіңде шығар, баяғыда ауа көшіп барып едік қой. Онда сенің анаң мен інің жатыр. Үйге жетіп, бел шешкен соң сонда барып Құран оқимыз. Ал мына біз отырған ауыл, қай ауыл, танисың ба? Тұңғыш жауап қатпады. Байғұсқау, шынымен танымай тұрмысың? Бұл өзің өскен жер ғой, Шерәлінің ауылы. Қазір олар Қабан тауға көшкен. Таныдың ба енді? Неге үндемейсің, айтсаңшы. Өмекей сүйекшіге қарағанда оның көзінен парлап тұрған жасты көрді қой, жылама. Қайғыны да, қуанышты да жыламай көтеру керек. Міне, өз туған жеріңе келдің. Баяғыда бір білместік өтсе өткен шығар, басы жұмырпенде емес пе бәрі де. Мені саған Үкітайдың өзі жіберіп отыр, енді бәрін ұмыт. Құдай қаласа өз алдыңа түтін түтетіп, өтем боласың. Әйел әпереміз. Бала сүйесің. Сонан соң шеккен азап, көрген қорлық естен шығып, ел қатарына қосыласың да кетесің. Әйел алғың келе ме өзіңнің? Ей, жылай бермей айтсаңшы, тілің байланып қалғаннан сау ма? Өмекей оны сергітпек боп иығынан түртіп қалғанда, тұңғыш аттан гүрс етіп құлап түсті. Уй, саған не болған? Ол қарғып түсіп сүйекшінің басын көтерді. Сол кезде, оның аларған жансыз көзін көріп, жуған шүберектей боп-боз боп, орнынан қалшылдай көтерілді. Қу Құдай, деді Өмекей оның жас жуған жүзіне қарап тұрып, соғыр Құдай. Бұл байғұсты аманат боп жүргенде неге алмадың? Диуана боп итке таланып жүргенде неге көрмедің? Қарақшылардың қолынан неге өлтірмедің? Сүйекші боп мола қазып жүргенде неге алмадың? Енді бұл бейшараға бір жақсылық жасайықшы дегенде қолымыздан кеп жұлдың да кеттің. О, опасыз жалғаған.
Тұңғыштың хабары шыққанда қайтсем де жеткіземін деп аттанған Өмекей ауылға оның сүйегін әкелді. Сырқатының беті бері қарап, далаға кіріп шығуға жарап қалған Үкітай Өмекейдің аузынан бұл сөзді естігенде не дейді деп сақалы шошаң ете түсті. Ол қайда? Қамыс қораның ішінде. Үкітай жайлап басып барып, қамыс қорада жатқан өліктің бетін ашты. Баяғы аманат бала. Әкесінен айнымай қапты. Бейшараның жүзінде реніш те жоқ, қапа да жоқ. Талықсып ұйықтап кеткен адамдай жайбарақат жатыр. Иманды бол, пақыр. Жігіттерге айт, Алсынбай шешесі мен інісінің қасына, Қабантауға апарып жерлесін. Алыстан кеп қалар деп күттіретін ағайын туысы жоқ тұңғыштың сүйегін ауыл кісілері ертесіне сәскеде шығарды. Оның өліміне ешкім жылаған жоқ. Өмірге өзі қалай тыныш келсе, солай ыңшыңсыз тыныш аттанды. Тек қабіріне топырақ үйіп болғанда күтпеген жерден Өмекей ғана өкіріп жылады. Оның неге бұлай жылағанын былайғы жұрт түсінген жоқ. Баласын қайтсем құтқарып аламын деп, байғұс ананың жылу сұрап бармаған жері, баспаған тауы қалмаған. Әке-шешесі ерте өліп, кісі есігінде қалған сорлының байқап қараса, бөліп бере қояр жанашыр жақындары жоқтың қасы екен. Бұрын көріспеген ағайындар басқа түскен қайғыны салған жерден бөліп кете алмай, ойласайық, өзгелер не дейді екен. Көктемге шейін шыдай тұр, мал басы көбейсін, сонда келерсің. Сорың құрғыр, қарап жүрмей кісі өлтіріп несі бар? Жала дейді, не қылған жала? Шөптің басы жел тұрмаса қимылдамайды. Сөйт, көктемде кел, деп құрғақ сөзбен шығарып салды. Ендігі бар үміті жамағайындарда ғана. Көктемде келемін, деп баласын жұбатып тұрғаны да сол.
Мені бүгін неге алып кетпейсің? Деп тұрған баласына мұның бәрін қайтып айтып жатсын. Айтқанменен ол түсінер ме? Өзі кеткен соң бала көңілі бұрынғыдан да жетімсіреп, жасып қаларын ойлап тұрған ана екі өкпесін қолына алып. Осында жетуін жеткенмен енді қайтып ажырасудың жолын таппай, бауыры езіліп, қабырғасы қайысты. Осылай боларын күні бұрын сезіп те еді. Келмей жүргені де сондықтан. Бірақ Доскей ауылы көшетін болған соң ана жүрегі қойсын ба? Шыбын жаны шырқырап жолға шыққанын өзі де білмей қалған жоқ па? Енді не істейді? Қолдан келер шара қайсы? Ұлының шырқырап қалған үні құлағынан кетер ме? Сол дауыс жатса тұрса маза беріп, көмейінен ас өткізіп, кірпігін айқастырар ма? Осы кезде Үкітайдың, ей, айдаңдар. Әлгі Аманат баланы жер жұтып кетті ме? Деген айбарлы даусы естілді. Ана жүрегіне біз сұғып алғандай денесі тітіркеніп кетті. Үкітай бұларға жақындап келіп үңіле қарады. Сен кімсің? Қайдан жүрген қатынсың? Мен тұңғыштың анасы едім, мырза. Бір иіскеп кетуге келдім. Еге, солай де. Мұның да жоқтаушысы бар екен ғой. Мал екеш малдың да иесі бар. Адамның жоқтаушысы неге болмасын, мырза? Сіздерге аманат болғанымен менің ішімнен шыққан балам ғой. Аманат құнын қашан өтейсіңдер? Бар болса жалғыз баладан аяп отыр дейсіз бе, мырза? Бар дүние оның бір жылағаннан садаға кетсін. Олай болса дүние жинаған күні келерсің. Әй, боқ мұрын мін атқа, тұра беретін уақыт жоқ. Апа, апатай, бермеші мені, алып кетші бірге, ол анасына тығыла түсті. Бара ғой, күнім. Көктемде кеп ап кетемін. Шүкірім, шыбын жаным әшейін. О, жаратқан Құдай, қу Құдай, ел көшіп жатқанда сұңқылдап жылағандарыңды доғарыңдар. Жібер баланы. Көкетай, жіберіңізші мені ауылға. Кейін қайтып келемін ғой, не дейді, мына күшік. Мен атқа тез. Бол. Жалынам, Көкетай. Өй, нәлеті, жабыса қалуын қарашы. Бері кел бермен. Үкітай ат үстінен еңкейіп, баланы ана құшағынан суырып алды да, сүйреп апарып аттың үстіне қарулы қолмен отырғыза салды. Ұста тізгінді. Жүр тез. Апағақа. Құлығым. Көшкен елдің малын айдап, шырқырап бала кетті. Көшкен елдің жұртында көкірегі қарс айрылып, жападан жалғыз ана қалды. Қағаған қыз ортасында ірге көтеріп, ауа көшкен ызалы Доскейдің әбігерлі ауылы жаңа қонысқа ұшу, ырду-дырдумен жайғасып жатқанда Үкітай ұшты күйді жоқ боп шықты. Уақытша лыпа қып салынған қораны қарады, атта жоқ, ер-тұрман да жоқ. Жылқышылардан сұрағанда, олар мандытып ештеңе айта алмады. Тек түнеу күнгі сақауы ғана, ашу ішейдің алдында көйіп ем. Мыйза екем жылап отыйған. Сүйауға батылым жетпеді, деп күмілжіді. Доскейдің жүрегі су ете қалды. Сол жаққа кетпесе нағылсын. Жеті түнде адасып кетер ме екен сорын құрғыр. Адаспай жол тауып барған күннің өзінде де аман қайтуы екі талайау. Ол аз кем үнсіз тұрып қалды. Қабағы қатулы. Қою қастарын бір-екі қосып жазып алды да, жиналыңдар тез. Өмекей де жетсін, деді. Ақ үйдің ағаш есігін тез ашып, ішке кірді. Ортада сытыр-сытыр етіп сексеуіл жанып жатыр. Ол шөкелей отырды да түтінсіз жанып жатқан жуан-жуан сексеуілді бір-біріне қағыстырып жіберіп, балуан саусақтарын жылуға тосты. Шынымен қартайғаным ба? Ақар, көк мұзда елді абыржытып, бала-шағаны суыққа тоңдырып көктемге шейін мені ешкім қуған жоқ еді ғой. Азап айдады ма, ажал айдады ма? Қырсық мінезден не таптым? Шерәлінің несі кетті? Күлген үстіне күліп жатырдағы. Аманат баланың шешесі келген дей ме? Салт емес, қолында баласы. Да бар көрінеді ғау. Бейшарағай. Үкітай қайда кетті екен? Шынымен Шерәлі ауылына ма? Бұ бала аман қайтса жақсы, мер тігіп қайтса қайтып шыдарсың. Тірі жамбыз ғой Шерәлі екеуміздің арамызда дау жүр еді. Енді кеп сойыл араласпақ па? Ол қашан бітпек, кімді кім жембек? О, Алла! Әлде баламның айтып жүргені жөн бе екен? Не ел боламыз, не жер боламыз, деп отырып алсам, мынау шуылдап жүрген жұрт мені жалғыз тастамайтын еді ғой.
Әке-шешемнің сүйегі жатқан ата мекеннен безіп, ол аз болғандай қыс ішінде үдере көшіп әсте қартайған шығармын осы. Не болды? Байекеғау. От басында отырғаның қалай деген бәйбішесінің үні оның ойын бөліп жіберді. Ол жаймен басын көтеріп, жартысы жанып біткен сексеуілдерді жоғары ысырды да орнынан тұрды. Үктайдың жайын бәйбіше білмейді. Бір жақта болғанша оған естіртпеңдер деген өзі. Ортаншы ұлы құдыққа түсіп қайтыс болғаннан бері уайымшыл боп біткен. Балалары көз алдында жүрмесе көмейінен ас өтіп, кірпігі айқаспайды. Жай ғой, деді Доскей баяу үнмен, мал жайын байқап келейінші. Сүт пісірімдей уақыт ішінде Өмекей бастаған 10 шақты жігіт атқа қонып, Шерәлі ауылына суыт жүріп кетті. Өмекей деген Доскей оның тізгінін ұстап тұрып, есің бар ғой, жігіттерді күшке жіберме. Онымен ештеңе өнбейді. Көшпей тұрғанда бір сәрі, енді керегі жоқ. Үктайды қуып жетіңдер. Ашуынан қайтсын. Көнбесе байлап алып келіңдер. Қалғанын өзім сөйлесем. Ал жолдарың болсын. Топты Өмекей бастағанмен жол бастаушы Салық Сақау. Құдай қырсығына алып қақтығыса кетер сын-сәт туса, оның қайрат көрсетіп, жағадан ұста сары шамалы. Бірақ боранды далада одан асар жер танығыш ешкім жоқ. Алдың күні Қабантауға жұрт үдере көтерілгенде де көштің алдын осы бастаған. Бастарыңды бұға бермей, тың-тыңда жүріңдер, деп қояды Өмекей жол бастаушының соңынан үнсіз желіп келе жатқан жігіттермен қапталдасып, кім біледі, адасып кетті ме? Мырза екен бұл жейден адаспайды, деді Салық алаңдамай тез жүре берейік дегенді аңғартып. Ескі жұртқа соғайық. Жолымызда ғой. Бой жылытып алмасақ болмас, деді Өмекей. Кеше-кешке шыққан 10 жігіт сар желдіріп отырып, ескі жұртқа таң атқан мезгілде әрең жетті. Қарсыдан соққан қарлы боран ат үстіндегі жоқшылардың аяқ-қолын қарыстырып, әбден титықтатып кетіпті. Қас-қабаққа мұз қатып, ауыздағы түкірікке дейін мұздаған. Ескі жұрт көзге оттай ыстық басылды. Үйреніскен қора-қопсының орнын көріп, есін сезген жылқылар оқыранысып сала берді. Жігіттер аттан түсіп, ескі тамға кіргенде Салық жылқышы табалдырықты тәу етіп, жайықтық, деп кемсеңдей жөнелді. Мырзакемнің отау үйі еді ғой. Талай ет түйіне де шығып ем. Әлі өзгеймепті жайықтық. Ол ішкі үйге аяқ салды да, сол бойы жансыз адамдай қалшиып тұрып, Өмеке, деп шыңғыра айқайлап, есінен айрылғандай екі көзі алақандай боп шегіншектей берді. Не болды? Не көрдің сонша? Өмекей бір сұмдыққа тап болғандарын сезіп, ішке тұра ұмтылды. Сол сәтте көз алдындағы дүние қарауытып, жер шайқалғандай тәлтіректеп кетті. Үйдің қақ ортасында ақыреттей суық қара жерде үстінде жалғыз ғана жұқа көйлегі бар жансыз әйел жатты. Жігіттер лап қойды. Әйелдің денесі серейіп қатып қалыпты. Астапыралла, бұ нағылған әйел. Көйлекшең жатқаны несі? Иесі жұртқа неғып келген, деп абыр-сабыр боп жатқанда, өзгелерді киіп жарып ортаға Өмекейде үңілді. Сорың құрғырай, деді сыбырлап, еріксіз сорғалаған көз жасын орамалымен сүртіп, жұртта қалған соң үйіне жете алмайтынын білген екен ғой. Бейшағара, танушы ма едіңіз? Танимын. Алдың күні сыртынан көргем. Аманат баланың анасы ғой. Обалдағы-ай. Бейшара-ай. Өмекейдің есіне әлдене түскендей селт етіп, жігіттерге үрейлене қарады. Қолында нәрестесі бар еді ғой. Қарбаласып жүріп ешкім байқамапты. Төргі күңгірт бұрышта әлдене қараяды. Салық жылқышы өзгелерден бұрын ентелей жетіп, қарайған нәрсені қолына көтеріп алды. Нәйесте ғой мынау. Өмекей-ау, нәйесте ғой. Садаған кетейін-ай, анасы байлық киімін шешіп ойап тастапты. О, бейшари-ай. Екеуі де жүйтті өліпті-ау. Ол нәрестені ораған киім-кешекке маңдайын тигізіп, дауыс шығарып еңкілдеп жылады. Бәрі де көзіне жас алды. Салық жылағанын кенет шорт үзіп, үнсіз қалды. Аяз.